Сәлем қыздар, біз бұл жерде небәрі 3 жұмыртқа мен айраннан дәмді керемет пирог жасаймыз. Ол үшін бізге бірінші құм шекерімізге жұмыртқамызды салып, ағарғанша араластырып аламыз. Содан айранымызға 1 шай қасық содамызға, пищевой содамызға кішкене уксус салып, араластырып, айранымызға салып бұқтырамыз. Жұмыртқамыз бен шекерлімізді араластырмай тұрып, айранымызға осылай салып аламыз. Содан соң жұмыртқамыз бен шекерімізді ағарғанша көпіреміз. Осылай миксердің жай көмегімен бастап, содан қатты миксерлейміз. 2 есе ұлғайғанша араластырамыз жұмыртқамызды. Содан үстіне пісте майымызды құямыз. Қыздар, жасап көріңдер. Ең керемет пирог, сочный болады, сухой болмайды. Әрі үйде бар заттан жасалады. Ашып кеткен айран болса да бола береді. Осылай айранымызды салып аламыз. 3 секундтай бір араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң құрғақ затымызды саламыз. Ұнымызды илектен өткізіп 340 грамм ұнымызды салып алып, содан қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап қою масса болады. Әрі қою емес, әрі сұйық емес, масса, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Менде 22 диаметрлік ыдыс. Бұл негізі ингредиент 24 диаметрге арналған. 24 диаметрмен жасасаңдар да болады, 22 болып жасасаңдар да болады. Осылай астына пергамент қағазын салып алып, әдемілеп құйып, беттерін қалағанша сандайсыздар. Мен өз басым арахисовый слайсша салдым. Өз қалауларыңызша, ягодка болса ягодка салыңыздар, шоколад болса шоколад. Өз қалауларыңызша бетін сәндеп. Даже без ничего пісіріп алсаңыздар да болады. Сочный, бисквитный пирог дәмді болады. Жасап көріңдер шайге. Ас болсын.